Сәлем достар, бүгін біз тез әрі оңай жасалынатын вафлидің рецептімен танысамыз. Вафлиімізді күйдіріп алмас үшін не істеу қажет, сол туралы айтылады. Дайын болсақ бастайық. Ең бірінші табақты алып, оған бір банка сгущенканы толықтай саламыз. Оның үстіне ерітілген маргарин немесе май салуға болады. Бір жұмыртқа жақсылап тұрып араластырамыз. Және картоптың крахмалын саламыз. Картоп крахмалы әр үйде болу қажет, себебі кез келген уақытта біз оны пайдаланамыз. Одан кейін разрыхитель теста, 1,5 грамм ванилин. Ең соңында ұнымызды алып араластырамыз. Дайын болған масса сұйықтау болу қажет. Егер де сұйық болмай жатса, шамалы су қосуымызға болады. Видеода көріп тұрғаныңыздай масса болу керек. Біздің вафлицамыздың үстіне сұйық май жағып қыздырып аламыз. Бір рет қана май жағамыз, одан кейін екінші, үшінші рет жағудан қажеті жоқ. Соның арқасында біздің вафлиіміз күймей, жабыспай піседі. Одан кейін видеодағыдай неше түрлі фигуралар жасауға болады, мысалы трубочкалар. Вафли қатып қалмас үшін оны бірден алған бойда орау қажет. Қонақ келген жағдайда мен сияқты екі вафлицаға тез жасауға болады. Дәл осындай керемет, өте дәмді вафли жасауларыңыз келсе, менің рецептімді алып жасауларыңызға болады. Тағы да бір рецепт бар, оны болашақта тағы да шығарамын. Әзірге осы. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.